Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін біз ірімшік қосылған лепешкалар дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 100 грамм ірімшік, 1 дәу қасық қаймақ, 1 жұмыртқа, тұз және де 2 немесе 3 дәу қасық ұн қажет болады. Ең алдымен ірімшігімізді күштен өткізіп аламыз. Бетіне кішкене тұз себеміз. Жұмыртқамызды, кейін оның бетіне қаймағымызды қосып, ұнымызды салып араластыратын боламыз. Менде осы ингредиенттерден 5 кішірек лепешка шығатын болады. Егер көбірек істегілеріңіз келсе, заттарын 2 еселендіріп жасасаңыздар көбірек лепешка шығады. Мінекей барлығын жақсылап араластырамыз. Укроп, зелень қоссаңыздар болады. Өз қалауларыңыз бойынша. Ендігі кезекте табамызға кішкене май құятын боламыз. Егер антипригарный сковородка болса, май қоспасаңыздар да болады. Енді қасықтың көмегімен домалақ қалдырып табамызға салып шығамыз. Екі жағын қызарғанша қуырып аламыз. Бетін жауып қойсаңыздар да болады. Мінекей, біздің бір жағы қуырылды, енді аударатын боламыз екінші жағына. Мінекей, біздің лепешкаларымыз қызарып қуырылды. Міндетті түрде таңғы асқа немесе түскі асқа жасап көрсеңіздер болады. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.